Шіңкілдекпен, минет десе діңкілдекпен. Жазушы, шайыр, драматург Кеңесбай Рахмановтың 9 тоңқылдақ бір шіңкілдек спектаклінде шіңкілдек образы арқылы тоңқылдақларды минет етуге шақырады. Бұл көтерілген идея бүгінде өзінің тарбиялық әхметін жойтпады. Біз сөз етпекші болған замаласымызда жұмыс жоқ, минет етуге жарамайман деп отырмады. Берілген имканиятлардан пайдаланып, қосымша дарамат дерегіне ие болды. Оның менен тоқтап қалмастан білім һәм тәжірибесін өзгелерге үйретуді де мақсат етті. Міне бүгін қиярларым шығып атырыпты. Құда қалесе 2 күннен базарға шығарамыз. Білгіңіз келсе, мақсулатымды алғыңыз келсе, социалдық тармақта менің өзімнің социал группам бар. Сол группаға шығарып бараман. Бүгінгі қитақ жер иелері заман менен тең қадам тасламақта. Яғни Науханбак мақам құралар жиыны тұрғыны Райхан Елманова 2 сотық жерде өндірілген өнімлерін социалдық тармақлар арқылы сатуды жолға қойған. Яғни құсшылықтар ауажландыру, бақшылықтар ауажландыру, ысырханалардан жылына 2 мәрте өнім алу хақында канал ағзаларына өзінің маслихатлерін беріп барады. Алдын мен моноорай оқу марказында оқып алдым. Сол оқу орайында 3 ай давамында оқып, өзімнің білімлерімді асырып, на теплицаны жүргізуге мақсат еттім. Сол өнімлерім жетілістіру үшін мен көбінесе социалдық тармақларды бақылап бараман, һәм маслихатларын тыңлап бардым, һәм одан көп нәрселер үйрендім. Аял қызлар белсендісіне мені мобилография группасына оқытып алды. Өзіме керек болды, қазіргі уақытта заман талабын талап етеді социалдық тармақлар. Өнімлерімді сатаман, өзімнің нәлілерімді сатаман. Қазіргі уақытта маған көп адамдар комментарий жазады социалдық тармақлардан, өзлерінің білмеген нәрселерін мен оларға үйретемен. Олар маған міннәдаршылығын білдіреді. Қандай дәрі себеміз, қандай затлар себеміз, солардың бәрін группаға жазып бараман. Базар һәм қаридарлар талабынан келіп шығып, дараматын көбейтуді ниет еткен замаласымыздың іслерін өрнек қылсақ арзиды. Өзім жасым 50-ге шықса да тынып тыншымай атырман. Құдайға шүкір денсаулығым бар. Соның арқасында ұсыларды егіп, қарайтын жерлерінде қарап, су ашып, бәрін жетілістіріп отырман. Үйде құры отырмай, үй бекесімен демей, айтыр, алдыға қарай жүгіріп атырман. Көрсін, білсін, үйренсін, құры отырмайық, айтыр, қолымыздан келген нәрселерді өздеріміз іслейік деген мақсатте әммеге пікір алмасып, пікірлесіп атырман. Һәм сол мақсатте мен мобилография курсына оқып, көп нәрселер үйрендім. Қазір 2 күн болды, 2 күнде 400-де ағзам бар, қуанаман. Өзім пікірлесемен, олар маған жазады, қандай болады, не болады деп. Республикамыздағы белсенді һәм лидер іспілермен аял қызлар халықты камбағалықтан шығару іслеріне өзлерінің үлесін қосу мақсатында халықпенен біргеміз жойбарын тәжірибе сипатында әмелиятқа енгізген еді. Бүгін бұл қайырлы баслама болса, Райханға ұқсаған көплеген жұмыссыз аял қызлардың бәлтілігін тәмелеуге, қоллап қотлауға үлес қосты. Қарақалпақстан Республикасының жоғары кеңесі һәм Қарақалпақстан Республикасының іспелермен аял қызларының басылмасы менен біздің Науханбак мақам құралар жиынында социалдық жәрдемге мұқтаж жұмыссыз аял қызлардың бәлтілігін тәмелеу мақсатында халық үшін біргеміз проекті көркемдестірілді. Бұл проектке біздің аймағымыздан жұмыссыз отырған социалдық жәрдемге мұқтаж аял қызларымыз біріктірілді. Һәм бұл жойбардың ішінде тігушілік қанегелігі бойынша, бисер тоқу бойынша, һәм мобилография бойынша аял қызларымыз өздерінің қызығушылығымен сол кәсіплерге оқып, өз қанегеліктерін арттырып шықты. Қазіргі күнде бұл аял қызларымыз өздерінен алған білімлерін күнделікті тұрмыста пайдаланып, өз үйіне дараматларын тауып, бәлтілігін тәмелеп отырыпты. Осы махалле тұрғыны Гүлзар Есімбетова бұнан бірнеше жыл бұрын құрамалы операциядан кейін екінші топар майыбы болып қалды. Тынып тыншуды білмеген замаласымыз қарап отыруды өзіне мәп көрмеді. Халықпенен біргеміз жойбары шеңберінде бисер тоқу курсына қатынады. Бүгін дәстепкі қаридарларына өз өнімлерін сатып баслады. Үйренді, білгенімізді енді халықтан әстен жакетлерін тігіп, алдыларына үстіне моншақтан, бесерден салып, үстіне нақыстар салып береміз. Бұйыртпаларым әзір айтып атыр, қоңысы қобалар, ағайлар, үстінде біздер жакетке бесерден моншақтан нақыс салуға болады екен ғой
деп bizерге де соны тоқып бер, тік бер деп айтушылар шығып жатыр да. Аял қыздарды қолға алып, үйінде құрып отырмасын деп, өзін бәнд қылып, осындай шариғатлар жаратып беріп жатыр. Со 46 жасқа шықсам, маған қайта оқып, үйрену имканияты берілді. Соны оқып, үйреніп, тігіншілікті үйренгеніме қуанамын. Жәмиетке араласқаныма қуанамын. Өнер үйрену жас таңламайды. Шіңкілдек пен менет десе діңкілдек пен деген сөздер осы заманласларымызға қарай айтылғандай.